Апамдай емес, әкем маған сенбейді. Жарайды. Жүр, дүкенді ашайық. Тим мен баласының балық дүкені. Найма? Абайлашы, Бөпе бренд. Бөпе брендтің сардина. Балықтал қапта өндірілген өнім. Сардинді жеуді бұрынғы заманға қалдырып, болашаққа жаңа қадам жасай. Ол сардинді туризм. Міне! Ешкімнің рұқсатын алмастан, қазынадағы бар ақшаны осыған жұмсадым. Ашылу рәсімі бүгін түсте болады. Бөпе брендтің өзі келем деп уәде берді. Қызықтан құрғалмаңыздар. Сәлем! Қалайсыңдар, жігіттер? Сәлем! Мұна Бөпе бренд қой. Не істеп отырсың? Менің суретім. Ой, менің суретім бар қораптарды жинап отырмысың? Бүгін түсте менің не істейтінді теледидардан кім көреді? Бүгінгі салтанаттан кейін қаламыз кедейшіліктен құтылады. Жүріңдер! Сардинді туризмнің ашылу салтанатына барасың ба? Не қой, әке, өзің бара берші. Ал мен жұмыс істейін. Рас па? Жалғыз қолыңнан келе ме? Иә, әке. Алаңдамай бара бер. Жарайды. Жарты сағаттан соң қайтып келем. Жақсы. Сау бол. Мына қала маған аздық етеді. Мені күллі әлем таныса ғой. Міне мынау әлгі атақты адам деп айтатындай болса шіркін. Сол арманыма бүгін жетуім керек. Әйтпесе, өмір бойы сардин жегіш делқұлылардың бастығы атанып жүрермін. Өмір бойы. Мен айтып тұрсыз ба? Сен емес, Брен. Жоқ, сен маған баламдай болып кеттің ғой. Армысыңдар? Мұнда әлемдегі ең атақты ойын сауық саябағы орналасқан. Тағы 17 мың гигаджоуль керек. Бұл саябақ біздің өміріміз... Кет. Лейд Локвуд не бүлдіргелі жүр? Жай сізді құрметтеп қолымда артқа ұстап тұрмын. Кім екеніңді білесің бе? Жоқ. Сайық мазақсың. Бүлдіргішсің. Менің періштедей ұлым Кэлді көрдің бе? Не? Ол менің бақытым. Жар дегенде жалғызым. Оның болашағы жарқын болсын деймін. Қайдағы бір тәжірибе сымағыңа бола қаламыздың ұлымның болашағын тәуекелге тіге алмаймын. Оның бәрі қалды ғой. Мына көзді көрдің бе, Локвуд? Иә. Сені аңдыған. Не? Менің көздерім өте өткір. Бәрін көріп тұрамын. Бәрін. Оу, ана жермен біреу кетіп барады. Тоқта! Танымал телеарнаның бірі тікелей эфирде сұхбат өткізбек көрінеді. Журналисін осында жіберіпті. Кеше. Ана жаңа келген қызды жіберейік. Түрі жаман емес сияқты. Иә, оның телеарнаға керегі де шамалы ғой. Ай, қыз, менің інім басшылық ететін Жапандағы аралға барып, ауа райы жайлы репортаж дайындап әкелсең,